Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Тәңір Исаның достары оның өлі денесін айқыштан алып, жартаста қашалған жаңа қабірге қойды. Олар қабірдің кіре берісіне үлкен тасты домалатып, онымен қабірді жауып тастады. Иса өлді айқышта, жазаланды біз үшін. Күнәкарды сүйіп Тәңір, өлді сенімен мен үшін. Шәкірттер бір үйде жиналды. Олар қатты қайғырып, Исаны еске алды. Оның не үшін өлгенін ешкім түсіне алмады. Әсіресе Петр қатты қайғырды. Ол Исаны танымайтынын 3 рет айтып, одан бас тартты. Бұл үшін ол қатты өкінді. Мұндай қорқақтығы үшін ол өзін кешіре алмады. Бірақ тым кеш болды. Иса өлді. Иса өлді айқыста. Біз үшін қанын төкті. Мойындасақ күнәмізді, бізді сені кешіреді. Кенеттен есік ашылды. Ол тірі! Иса тірі! Қабірдің ішінде ешкім жоқ. Бұл керемет жаңалықты бізге періште айтты. Петр, ол бізге бұл жаңалықты саған жеткізуді арнайы айтты. Иса тірі. Ол сендерге өзің тірі екенін маған жеткізіңдер деп айтты ма? Петр енді өз орнында отыра алмады. Ол қабірге барғанша жүгірді. Жохан онымен бірге жүгірді. Олар қабірдің ішіне қарады. Шынында да Исаның денесі ол жерде болмады. Сонда олар Исаның өліден қайта тірілгеніне сенді. Иса тірі. Олар бұл туралы басқа шәкірттерге айту үшін тез үй жаққа қарай жүгірді. Иса қабірде жатты. Аз уақытқа өлі болды. Ол тірілді мейрамға. Аллилуйя! Сен үшін де мен үшін. Аллилуйя! Иса қабірде жатты. Аз уақытқа өлі болды. Ол тірілді мейрамға. Аллилуйя! Сен үшін де мен үшін. Аллилуйя! Шәкірттер мен Петр үшін де. Иса біздің барлық сәтсіздіктеріміз бен қателіктеріміз үшін, көптеген жаман істер жасаған барлық адамдар үшін өлді. Иса біз үшін өлді және қайта тірілді. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.